Кедей отбасы тіркеліп лайк басып кетті. Ой, мына жер қандай біртүрлі. Вау, мына жерде көп киімдер бар ғой. Қоя алып алайын. Тоқтай тұр. Бірақ бұл кімнікі? Ау, біреу бар ма? Ау, ешкім жоқ па бұл жерде? Ой. Ау, кім бар? Ешкім жоқ па? Ешкім жоқ сияқты. Ендеше киімдерді алып алайын. Бәрібір ешкім кимейтін шығар. Мыналардың тұрғанына біраз уақыт болған көрініп тұр. Жақсы болды ғой, ендеше қыздарыма киімдер алам. Мынаны алып алайын. Мына жерде киім көп екен ғой. Мынаны ала салайын. Почти бәрін алуға дайынмын, бірақ қой берсін. Осы жеткілікті. Жақсы болды ғой. Жолым болды. Қарапайым отбасыға айналып кететін болдық қой естіп жүргенде. Кедей емес. Біз қазір тіпті кедей де емеспіз. Біз қарапайым отбасыға айналдық. О, мына жерде қандай әдемі. Ой, мына жерде мысық бар екен. Неге жануарына асырамасқа? Бірақ оған уақытым жоқ. Мына жерде не деген заттар жатыр? Мына жерді кішкене тазалап жіберейін. Болды, кеттім. Үйге жеттім ау әйтеуір. Айтпақшы, бұл 4-ші бөлім. Қыздар, мен келдім. Қыздар, мен келдім. Анамыз келді, жүр тез-тез. Кеттік. Ау, анашым. Қыздар, шаршап кеттіңнен көтерсіңдерші. Апа, сіз неге сонша көп кимағансыз? Я. Қыздар, мені жинап жүрген ақшаларым бар еді. Ол бар. Сол ақшаларды қолданайын деген ғой енді. Үйіміздің кедейлігі болмаса, біз киім жағынан қысылмай жатырмыз. Біз тіпті қарапайым отбасыға айналып кеттік десек те болады. Мәссаған апа, қызық екен. Я, қалайша түсінбедім. Короче, мен келе жатқам бір жерге тап болдым. Есі жоқ бір жер екен, еш нәрсе жоқ екен. Ешкім жоқ екен. Сосын киімдер көп болған, шаң басып кетіпті. Сөйтіп қарасам, ешкім жоқ. Сөйтіп ала салдым. О, анашым, бұлымыз жақсы болыпты ғой. Жүрміз, мына киімдерді көрейік одан да. Жоқ, қыздар, мен шаршап қалдым. Кішкене демала тұрайын. Әкелерің қайда? Ол жұмыс іздеп кетті қайтадан. Ай, сол. Ұйықтай бермеш. Саласына анан. Мәссаған. Қызық, я? Мамам сөмкесін мына жерге ала салайын. Міне. Қызық болса қызықта енді айта бермеш бір нәрсе. Әкеме де алыпты. Күшті. Ой, мынау әдемі екен. Тоқтай тұр. Неге киіп жатырсың? О, мынау маған шақ келеді екен. Мен осын кием. Сен мынаны кие бер. Мынау да маған шақ келеді екен. Осын кие салайын. Ал әкемізге, мынау сияқты әкемізге. Анама мынау сияқты. Жоқ, мынаны мен кием. Қараш қандай әдемі. Бұны мен кием. Бұл бәрімізге алыпты ғой ақыры. Мына жерге. Мәссаған. Қызық, я?
Я, тоқтай тұршы, мен басқа киім киген адам басқа. Бәсе, осыны киіп алмасам да, әдемі екен мынау. Апа, сіз бұларды қайдан қалай таптыңыз? Қыздар, айттым ғой қазғана. Оны біліп тұрмыз. Я, бірақ бәрімізге апсыз ғой. Ол жақта киім көп екен. Көп болғанына біраз болыпты. Оның үстіне мына киімдер немеден шыққан? Сәнен шыққан ба? Я, сәнен шыққан. Күшті екен. Олысы жақсы екен. Айтпақшы, анашым, қашан тамақ жейміз? Я, бірақ қазір қарындарын аш емес пе? Жоқ, менікі аш емес, менікі де. Жақсы ғой ендеше. Болды. Мен киімімді ауыстырып алайын. Қайсы киімді кисем екен? Осыны кие берейін. Бірақ ана киіміме жетпейді. Болды. Апа, осыны кименші, ұнамайды. Неге? Я, апа, кие берменші, көп сіздің өзіңіздің шашыңыз әдемі. Жарайды. Бәсе, үсті жүрсеңіз шақырап. Тек жұмыс істейтін кезде ғана шашын жалбырап кетпеу үшін киіңіз болды. Әйтпесе сіздің шашыңыз әдемі, үстіп жүре беріңізші. Я, апа. Суық екен я күн бүгін. Я, бүгін суықтау екен. Содан ғой киініп ағам. Сен қалай отырсын? Мен де барып киіп алайыншы, дұрыстау киім. Дұрыс киімім де жоқ қой. Бұны көшеге киген дұрыс. Киім жоқ мұнда. Өзім киім кие берейінші. Бізге тек өңшін жұқа нәрселер аған. Апа, бізге өңшін жұқа киімдер апсыз қой бүгін. Енді соларды ғана көрдім. Жарайды. Бізге бәрі бір. Қыздар, шаштарын жинаңдаршы. Менгі жиналы тұр ғой. Кім сен шашын жинашы сосын, аха? Жарайды, апа, мам, келесі жылы жинап жүрем ғой. Я, жинап жүресің. Айтпақшы, біз киім душқа түспейміз ба осы? Түсесіңдер ме, түспейсіңдер ме? Өздерің білсеңдер, түсесіңдер ме, түспейсіңдер ме? Мен неге сұрайсыңдар? Мен душқа түсе алайын онда. Жоқ, бірінші мен түсем. Әпкене жол бермейсің ба сонда? Мен бірінші түсе алайын. Қарашы бұны. Ой, мұнда сілгі бар екен. Жақсы болып қалдым. Ол душқа түсіп болғанша мен не істеймін? Қалағанды істе. Кітап оқи тұрайыншы. Апа, сіздің жұмысыңыз жоқ па? Жоқ, менің жұмысым бітті. Мұнда жұмыста жоқ қой. Үйде тым істемей отырамыз. Біздің стипендиямыз қашан түседі екен? Қызым, қазірге бізге стипендия қажет емес қатты. Жарайды, жақсы емес па қайта? Стипендиянды ойлап уайымдамай-ақ қой, бізде қазір ақша бар. Я, жақсы ғой. Ой, есікті кім соғып жатыр? Мен барып ашып көрейін. Ой, сіз ба? Қорқып кеттім ғой. Я, менмін. Не болды? Не болғанда газдың, судың, светтің ақшасын төлемейсіңдер ме? Я, қанша? Газдың ақшасы бәрін общий қосқанда 65 мың шығады. 65 мың?
Я 65 мың. Сонша шошып не болды? Еш нәрсе болған жоқ. Бірақ 65 мың деген көп қой. Ешқандай көп емес. 65 мың тым көп емес пе? Болды, қойш, болды. Ойнап айтам. Әшен айттым, не болды? Не істеді екен десем, шошып кеттім ғой. Жақсы, 45 мың. 45 мың? Бәсе, газдың судың ақшасы бұлай көп болмайтын еді. Болсаншы енді тез берші маған. Ақшам бар ма, жоқ па? Бар қазір. Апа, ол кім? Газ, су, бәрін келген ғой. Ақшамызды алайын деп жатыр ма? Бермей ақ қойсаңшы. Қызым, басқа малымыз жоқ. Болды. Тыныш тұр. Неге бересіз? Қызым, басқа малымыз жоқ дедім ғой мен саған. Міне, бәсе, естіп тіліп тұрыңдар. Жарайды, сау болыңыз. Сау бол. Апа, неге бердіңіз? Қызым, басқа малымыз жоқ қой енді. Кішкене ойлансаншы. Жарайды. 4-ші бөлімнің соңы.